нышанаға тартпанаға тапсырмалар береміз. Өте жақсы. Бүгін біз осы оқу мақсатында, жету мақсатында бірнеше тапсырмалар орындайтын боламыз. Жарайды, жақсы балалар, онда бүгінгі сабақтың өн бойында берілетін тапсырманың дистрикторлерін алдарына тастаймын. Осы бойынша бұл балалар сабаққа дайын отырамыз. Ал балалар, бүгін үйге қандай тапсырма берілген еді? Ал айтамын. Махамбет Өтемісұлы халық батыры сөз бостандығын қорғау тақырыбында эссе және Махамбет Өтемісұлына хаттады. Өте жақсы. Біз Махамбеттің өткенде өмірі мен шығармашылығымен толық таныстық, сол бойынша үйге хат және эссе жазып дайынбыз ба? Бешектермен, дәптермен тексеріп шығайық. Мына бірінші топ Махамбет тобы, екінші топ Баймағамбет тобы, үшінші топ Қоғам тобыға мен үш топқа бөлдім сіздерді. Ал енді бірінші топтан енді оқи қойшы эссені. Бір эссе бір хаттан оқиды, келісіп. Ол өз халқының еркіндігін, намысын арам қылған тұлға. Махамбет Исатай Имамұлымен бірге патша үкіметінің зұлымына қарсы шыққан. Олар қарапайым халықты ауыр жұмысын әділетсіздік пен езгіні жоюды мақсат етті. Махамбет тек қол ұстаған батыр емес, ол сұрушаған шенде болды. Оның өлеңдері еркіндік пен намысты дәріптейді. Ақынның ереуіл атқа ер салмай, менің ерім сияқты өлеңдерінде батырлық, рух, отанға сүйіспеншілік байқалып көрінеді. Ол шындықты ашық айтып, халықтың сөзін сөйлеген. Махамбеттің өмірі күреспен өтті. Ол өз ұстанымынан қайтпай, елдің мүддесі үшін жанын қиды. Ақынның батырлық ерлігі мен өткір сөзі халық жадында мәңгі сақталды. Орта айтқанда Махамбет тек өлкеге емес, бүгінгі ұрпаққа да үлгі болып туған. Ол еркіндік пен сөз бостандығының шынайы қорғаушысы. Өте жақсы, керемет, оның сөз бостандығының қорғаушысы екенін эссесіне тілге тиек етті және эссе құрылымы сақталды. Өте үздіксің. Әрқайсыңды жеке-жеке бағалап отырамын. Сабақтың соңында маған осы қалыптастырушы бағалаудан қай топ көп алды, сол топ бірінші орынға жеңімпазы болады. Ал хат жазып па барлығымыз? Жазып келді. Бір хат, бір эсседен оқытайын балалар. Махамбетке құрметті Махамбет Өтемісұлы, сізге бүгінгі тәуелсіздіктің дастарханы атынан құттықтауымды. Халқы үшін назар ұстап, ерлік пен ерліктің туын төккен өр рухыңыз бізге мәңгілік үлгі. Сіз өз дәуіріңізде әділет үшін басын бәйгеге тіккен ұлттың намысын ойшылған қыран жүрекші ақын болдыңыз. Сіздің жылдарыңызда қайсарлық, еркіндікке деген ыңғайлы сөздері күнге деген жібердіңіздер. Мен едім деп басталатын ұлтты жолдарыңыздан халқына деген шексіз махаббатты, езуге төзбейтін биік рухты сеземіз. Қараңғы заманда қолынан қару алып сөзімен де ісімен де күрескен қайраткерлігіңіз бүгінгі тәуелсіз қазақ елінің іргесін қалаған батырлардың бір ретінде сізді биік орынға қояды. Қазіргі ұрпақ сіздің ерлігіңізді құрметпен еске алып, өнегеңізді мақтаныш етеді. Біз үшін сіз еркіндіктің символы, әділеттің айбары, ерлік рухтың мәңгілік шамшырағысыз. Құрметпен сіздің қаһармандық рухыңызды қадірлейтін 9-шы ғасыр білім алушысы. Керемет. Осындай сыныпта қаһарман, жүрегі жалындаған, рухы шыңдалған қыздарды көргенде мен өте қатты қуанамын. Өте керемет. Балалар өздеріңде бағалап отырыңдар. Сендер мысалы 2-2-ден бағалаудыңдар. Сабақтарыңды. Үй жұмысы әсер. Махамбет Өтемісұлы қазақ халқының еркіндігі мен намысы үшін күрескен ұлы ақын, батыр әрі халық рухының жыршысы. Ол 19-шы ғасырдың бірінші жартысында өмір сүріп, Исатай Имамұлы бастаған көтерілістің бел ортасында жүреді. Махамбет үшін ең қымбат ұғым халықтың еркіндігі мен әділдігі еді. Ақын өз өлеңдерінде халықтың мұңын, азаттыққа деген арманын асқақ үнмен жырлады. Оның жырлары ерлікке шақырып, намысты ереуіл атқа ер салмай, немесе мен едім деген сияқты өлеңдері қазақ халқының рухын көтеріп, отаршылыққа қарсы күрестің ұранына айналды. Өте жақсы. Әжер бүгінгі сабаққа керемет жақсы дайындалып келіпсің. Жарайды, жақсы. Білімің арта берсін. Ал енді әрі қарай хатты оқимыз ба? Жазып қойғанымыз. Ал оқи қояйық. Хат. Құрметті Махамбет Өтемісұлы, сізге ғасырлар тереңіне хат жолдау мен үшін үлкен мәртебе. Өзіңіз бастан кешкен ауыр күнде ел азаттығы үшін төккен тер мен қан бүгінгі ұрпақтың жүрегіне жігер болып құйылады. Сіздің жалынды жырларыңыз еркіндік аңсаған халықтың үнін ғана қойған жоқ, рухани күшке айналды. Бүгінгі таңда біз тыныш өмір сүрсек те, сіздің өміріңіз, әділеттікке деген берік ұстанымыңыз бізге үлгі. Сөз бостандығы жолындағы күресіңіз әр
айтуға, шындықты қорғауға басымдық береді. Сіз көтерген еркіндік идеясы әлі де маңызды болып тұр. Сәлеммен туғынша сынаушы Тайбай Аян. Керемет Аян, жақсы. Білімнің арта берсін. Біз сендерге үлкен үміт артамыз, өздеріңді бағалауға 2 балдан ала қойыңдар. Ал жақсы. Оқимыз ба? Аттың кәр оқи ғой. Өтемісұлы халық батыры, сөз бостандығының қорғаушысы. Махамбет Өтемісұлы қазақ халқының азаттығы үшін күрескен қайсар батыр, өткір тілді ақын, елінің еркіндігі жолында жанын қиған отаншыл тұлға. Оның әрбір жыры халық мұңын жоқтап, ерлікке үндеді. Махамбеттің сөзі де, ерлігі де бүгінгі ұрпаққа аманат. Махамбет сөз бостандығының шын мәніндегі қорғаушысы. Ол әділетсіздікке қарсы шығуды парыз санап, халықтың шынайы мұңын батыл айтып отырды. Оның жырларынан батырдың рухы, өр мінезі анық сезіледі. Менің пікірімше, Махамбет тек өткеннің батыры ғана емес, бүгінгі ұрпаққа еркін ойдың, әділ сөздің үлгісі болып қала береді. Қорыта айтқанда, Махамбет Өтемісұлы халқымен бірге тыныстаған, азаттықты барынан биік қойған ұлы тұлға. Ол елінің намысы жырмен де, найзамен де қорғап, сөз бостандығының құнын өз өмірімен дәлелдеді. Махамбеттің есімі еркіндік пен әділдіктің символы, ал оның мұрасы ұрпаққа үлгі болар өшпес қазына. Өте жақсы. Керемет. Ал енді балалар, біз осы Махамбеттің өміріне шығармашылығын өткен сабақта өттік. Бүгін жаңа сабақ, әлде де бірнеше сабақтар бар. Енді өміріне шығармашылығына байланысты топ арасында бір-бірімізге сұрақ қойықшы. Осы өміріне шығармашылығын қорытындылау барысында сұрақ қойықшы. Құнды бір сұрақ, ал қойы қойырсын. Бірінші топ, екінші топқа қояды. Екінші топ сұрақты қабыл аламыз. Ал Оның тарихы қандай? қалай? Махамбет кім? Оның тарихы қандай? Махамбет кім және оның тарихы қандай? Махамбет қазақ халқының ұлы ақыны, батыры, азаттық үшін күрескен ұлы көсемі. Оның тарихи рөлі өте маңызды. Әсіресе оның халық үшін күрескені, елінің намысын сақталып жатқанын көре алмай, көз жұмып отыра алмауы. Өте жақсы. Қаламы мен қаруы қартарып жүрген батыр. Пікір білдіре аламыз ба? Сұраққа. Қосымша. Тыңдадық па? Сәмитжан, тыңдадық па? Іңкәр, тыңдадық па? Кім екенін дәріптеді. Жарайды, жақсы. Онда екінші топ сұрақ қоямыз, үшінші топқа. Қабылдап алатын кім бар? Қабылдап аламыз ба? Сұрақ қоямыз. Кім қояды? Сұрақ қойсаңдаршы. Ақын шығармаларындағы ұлттық рух пен батырлық қалай көрінеді? Ақын шығармаларындағы ұлттық рух пен батырлық қалай көрініс табады? Махамбет шығармасында ұлттық рух пен батырлық көрініс, оның іс-әрекеттерімен елінің намысын қорғап жырлап, оны әділдік үшін күрескен Махамбетті батыр көсем ағын ретінде танимыз де, сұрақ та қойдым және жауап беремін. Бірінші топ бар ма қосып аларларың? Жоқ, сұрақ қоймайсыңдар, сендер жауап. Махамбет жырларында әділдік, ел намысы жайлы тақырыптар өте кеңінен танылған және оның өлеңдерінің көп бөлігі халыққа арналған үндеу болып келеді. Яғни билікке қарсы шығып, халық әділдігі үшін күрескен. Өте жақсы. Ал сұрақ қоямыз. Үшінші топтың қайсымыз қоямыз? Бірінші топ қабылдайық сұрақты. Қазіргі қоғамда Махамбет рухын қалай бағалауға болады? Қазіргі қоғамда Қазіргі Махамбет рухы еркіндікке ұмтылыс, әділеттілік пен намысты қорғау болып бағаланады. Ол бүгінгі қазақ жастарының отансүйгіштік пен адамгершіліктің отын жақтырған ол. өте жақсы. Қазіргі қоғамда қалай қабылдайды дейді. Пікір бар ма? Басқа? Ал Сәмитжан болса қойып тұр. Қазіргі қоғамда Махамбет рухын ел тәуелсіздігін қадірлеу, әділдік пен намысты қорғау, өз болашағын, өз халқының болашағы үшін жауапкершілік сезімін арттыру арқылы бағалауға болады. Өте жақсы, керемет. Ал енді қазіргі қоғамда мен осылай қорғап жатырмын деген іштерінде бар ма? Мен мектебімде осындай үлес қосып жатырмын, болмаса отбасыма осындай үлес қосып жатырмын деп, өмірмен байланыстырып айта аламыз ба? Не теңдермен мұхтын? Айта аласың ба бұны? Не қосып аласың? Әлшер, жақсы, керемет, мысалға. Жарайды балалар, жақсы. Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз Баймағамбетке айтқаны. Мұқият тыңдаймыз. Сол өлең шумағында, алғашқы өлең шумағында не туралы айтып пікір білдіреміз?
Екінші шумағын өзіміз оқимыз, үшінші шумағын өзіміз оқимыз. Найза бойы жар келсе, жарығайын жалтаңдап, сөз жерін қарайма. Арма атқа айдай тара тартырса, кілеге қатқан елдің көкше мұзынан тайырма. Ата ұлының баласы асыл берге малын берді басы қос, басына табы түскенде ардақтаған әділ жанын аярма. Жақсы. Бәрімізге үйге Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқан поэмасын оқып келу берілген, хрестоматиядан толық нұсқасы берілген. Ал бұл жерде не дейді? Алайма Сұлтан, алайма асма, мінген артыма аяңдай түсмарайма деген жолдарда ер намысы мен өр рухын, елдің халықтың қамын ойлаған батырдың бейнесі және де сұлтанға қарсы шыққан айбыны көрсетілген Махамбеттің бейнесі берілген. Және де бұл жолдардағы идеясы Махамбет әділетсіз сұлтанға қарсы шығып, халықтың мүддесін қорғаған. Өте жақсы. Халықтың мүддесін қорғап, халыққа болысқан, өте жақсы. Ал екіншісін жаттап та келіңдер деген үзіндіні мен сіздерге жатқа аян сенші. Айта аласыңдар, аян не кетпесін. Кітаптар оқимыз. Тамақ хрестоматия ашыңдар. Жылдар екінші шумағын хрестоматиядан оқимыз. Жатқа айтшы ал өзіңіз. Бұл Махамбеттің екінші шумағындағы өлең жолы. Біз бір енеден бір енеден екі едік. Екеуміз бірге жүргенде бір-бірімізге ес едік. Бір енеден үш едік, үшеуміз бірге жүргенде толып жатқан үш едік. Бір енеден бес едік, екеуміз бірге жүргенде алашқа болман деуші едік. Өтемізден туған 10 едік, онымыз атқа болғанда қол қайысқан едік. Жер қайысқан қол едік. Жер қайысқан қол едік. Бұл жерде не дейді аян? Бірлікті насихаттап тұрмын. Бұл өлең жолдарында біз бір енеден бір едік дегенде, ол осы бір анадан туған балаларға бірлікті сақтап қалуды айтады. Жалпы елге, халыққа үндеу жасап отыр ғой. Біз бірліктен де ғана тірлік болады. Бірлік бар жерде, тірлік бар. Тірлік бар жерде береке, ынтымақ болады. Жаңа жақсы. Ал үшіншісін оқулықтан оқимыз ба, жаттадық па? Үзінді бізге бұл 3 сағатқа берген. Алда үзінді жаттаймыз. Дегенмен мен үйге қосымша оқып келіңдер деген, оқиықшы. Сенен басқа оқитын адам жоқ па, оқысын? Ал оқиды. Еділді көріп емсеген, жайықты көріп жемсеген, таудағы тарлан шұбар біз едік. Иса тайдың барында қара қазан сары бала, қамыс үшін қылыш сүймедік. Шабытымыз келгенде ерегіскен шұпарды шетінен сүйреп жебедік. Баста дәурен тұрғанда біздердағы байеке оза көшіп кең жайлап, еркімен еркі жатқан ер едік. Жарайды. Баймағамбет Сұлтанның Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны. Біз ақ қалпақ және сары қалпақ қазір береміз. Сендер қара қалпақ, көк қалпақ, сендер жасыл қалпақ, қызыл қалпақ. Алдарында жатыр. Орындаймыз. Сендерге қоясың дедім. Топтар жұмысты орындаймыз. Al шығамыз. Райымызда 3 топта шығамыз. Аққалпақта Махамбеттің өміріндегі өлеңдерінде көтерілген мәселеге деректер келтіру берілген. Яғни Аққалпақта Махамбет өлеңдерінде көтерілген мәселе ол бізде нақты тарихымызға негізделген. Ақын ол Баймағамбет билігінің әділетсіздігін, халыққа жасаған қиындықтарын ашық сынға алған десек те болады. Ол өз өлеңдерінде алайма Сұлтан алайма деп, осылайша өнер жолдарындағы айтып кетірген. Яғни Баймағамбетке айтқаны, Баймағамбеттің осы елге жасаған қиындықтарынан, жүзе алмағандықтарын, Баймағамбетке де арнап өлеңдер шығарып, осы халықтың бірлігін, жұбауын сақтау үшін өлең жолдарымен де өзінің батырлығымен
Жақсы, ал Сарықалпақ. Ал Сарықалпақта Махамбеттің батыры істерімен ерлігі арқылы ел мүддесін қорғауға бағытталған. Ол халықты біріктіруге, әділдік жолында күресуге шақырған. Ақын өлеңдері арқылы халыққа жігер мен үміт береді. Жақсы, ішінде деректер мен сәтті кезеңдерін баяндады. Жақсы, отыра қойыңдар. Ал екінші топ Баймағамбет. Оң қарап тұрсыз. Қарақалпақ сәтсіз кезеңде Баймағамбет халыққа әділдік жасап, озбырлық танытты. Аха, биліктің қателіктері және биліктің қателіктерін ескерген халық үмітін үзді. озбырлық деген. Жатма, біткенсіз. Қарағай. Топ қалпақтың Махамбет ашуланды. Баймағамбеттің әділетсіз әрекеттері халыққа қысым жасау. Не үшін Баймағамбеттің пікірталасы ел тағдырын дұрыс жолға қою мақсатымен. Неге бұл оқиға маңызды? Халыққа патриотизм мен батырлықты көрсету үшін. Өте жақсы, сұраққа жақсы, нақты жауап бердіңдер. Ал Сәбитжан. Мынаны мен бермей ұмытып кетсем алғандар, соңында осы сендердің топтарын бағалайтын. Жасыл қалпақ жаңашыл идея болжам. Махамбеттің іс-әрекетін қазіргі заманға бейімдеп, жастарға патриоттық, әділеттілік сабақтарын беру, ел тағдырын қорғауда жаңа стратегиялар ұсыну, кейіпкер болашақта халық мүддесін қорғау жолында тағы да батырлық жасайды деп болжауға болады. Жарайды, жақсы, Қызылқалпақ. Махамбеттің Баймағамбет сұлтанға айтқан өлеңімен тек ашу мен мұңдылықты емес, сонымен қатар терең өкініш пен қасіретті сезді. Ол елінің еркіндігін тартып, халыққа қиянат жасағандарға ашушын жүрекпен қатады. Өлең оқығанда Махамбеттің батыр рухымен әділдікке деген адалдығы сезіліп, өз елі мен халқың үшін күресудің қасиетті борыш екенін сезінесің. Жарайды, жақсы, иә. Әділдік пен батырлықты сезінесің. Жарайды, жақсы, мынаны білетін ба? Ал топтар бір-біріне пікір білдіре аламыз ба? Жоқ, әр өз көбімен айналысып кетті ма? Жарайды, қалдар. Екінші біздегі тапсырмамыз жұптық жұмыс. Жұптасамыз, қалай орындалу керегі тыңдап алайық. Қазіргі біздің орындайтын тапсырмамыз жұптық жұмыс. Махамбет пен Баймағамбет сұлтанды салыстырамыз. Мындай сұрақтардың аясында салыстырамыз балалар. Алдарында жатыр 3 сұрақ. Мақсаты неге? Және кейіпкерге деген көзқарасы, іс-әрекеттің салдары және ел алдындағы жауапкершілігі. Түсінікті ма? Дискриптор алдарында жатыр. Интернет тақпайды жүр. Несін шығарасыз бар? Ал орындаймыз. Жұппен орындаймыз және мынамен неге жаздайсыңдар. Тәптерге де орындаймыз. Жұптық жұмысты. Екеуі ара. Сен кіммен бірлесіп отырсың? Екеуі. Тәптерге орындаймыз, тапсырамыз. Болды. Көмектескенімізді шешіп. Барлығын жазғаннан соң ба? Қай топтайын? Кіммен жұптасып отыр? Екеуін жұптасып отырсыңдар. Сен екеуін жұптасып отырсыңдар ма? Орынмен жұптық жұмыс. Сұраққа біреуін Махамбетке, біреуін Баймағамбетке жауап беріп отырасыңдар. Мақсаты неде? Мақсаты Махамбет елдің бостандығы мен әділдігін қадірлеу. Баймағамбет билік пен жеке мүддені ғана ойлауы. Іс-әрекеттердегі салдары қандай? Халықты қорғау, батырлықты көрсету. Өте жақсы. Баймағамбет әділдік пен ауытқу халыққа зиян келтіру. Жақсы. Одан кейін ел алдындағы жауапкершілігі? Махамбет ұлт қауымын ойлау, әділ билікке қызмет ету. Жарайды, жақсы. Сен оқи болсын, Баймағамбет. Жеке бас өршендірілігін ойлау, қандай суын болуы. Не оқыдың мен түсінді? Есепсіз болуы. Жеке басын ойлау. Алдында есепсіз болуы. Есепсіз дегеніміз не?
мақсаты неге махамбеттерді азаматтыққа жүктелу халықтың бейбіт өмір сүруін қалау. Баймағамбет билікті сақтап қалу үшін қосымша үкіметіне адал қызмет етті. Іс-әрекеттің салдары қандай? Махамбеттердің бейбітшілікте өмір сүруі. Дауыстарын шығарды. Елдің бейбітшілікте өмір сүруі. Халықтың қарғысына ұшырады, ел алдында беделінен айырылды. Өте жақсы. Халықтың қарғысына ұшырап, ел алдында беделінен айырылды. Алла абырой берді деген сөз жақсы. Ел алдындағы жауапкершілігін елге азаттық, еркіндік сыйлау. Елге азаттық, еркіндік сыйлау. Баймағамбеттіңге Халыққа емес патшалыққа қызмет етті. Ел мүддесінен ескермей. ел мүддесін ескермей, тек билік басшыларға ғана қызмет жасады. Қарапайым халықты не істеп айтты? Елеусіз қалдырып жатты. Жарайды, жақсы. Социализм қандай? Халықты бостандыққа тиімді жеткізу әрекеті. Баймағамбет билікті сақтап қалу үшін қашан бізге жұмыс істеді. Іс-әрекетінің салдары қандай? Билікпен күресіп, халық құрметіне бөленеді. Ел алдындағы беделінің болуы. Ел алдындағы жауапкершілігі Махамбет халықтың намысын қорғады, Жәңгір хан әділетсіздігіне шыдамады. Өте жақсы. Халыққа емес үкіметке жұмыс істеді. Не себепті Жәңгір хан әділетсіздігіне шыдамады? Не үшін Жәңгір хан әділетсіздігіне шыдамады? Махамбет Халықтың намысын қорғады. ал айта тұршы. Әнел айтыңызшы. Себебі Махамбет өзі Жәңгір хан баласымен бірге оқудан еліне қайтып келген кезде Жәңгір ханның халыққа жасап жатқан әділетсіздігін көрді. Яғни ол халықты елемей тек өзінің ғана қара басын ойлады. Сосын оған Махамбет Оны бірақ кім жіберген еді оқуға? оқуға Жәңгір хан баласымен қосып, ол тілді меңгерген үшін Жәңгір хан жіберген еді. Ол келген кезде ханды мақтаудың орнына не істеді? Оны даттады. Жақсы, өте жақсы. Жарайды, жақсы. Балалар, енді біздің келесі сабағымыз шығармашылық тапсырма. Дәптерімізді ашамыз барлығымыз. Жаңа жұптық жұмысын орындадық қой. Бірінші топ. Егер де мен Махамбеттің орнында болсам, немесе мен Баймағамбет болсам деген тақырыпта екеуіне де 3 сөйлем ауызша айтуға да болады. Жылдан дәптерге жазамыз. Ал біз философия, терең идеология автордың көзқарасы. Соның орнында. Ал тақтаға шығып орындаймыз. Екі жақта түсіндірмелі күнделік. Екі оқушы тақтаға шығып, кез келген бір жол ізімсін алып, соған ұлттық құндылықтарды жазамыз. Хрестоматиядан тақтаға шығып орындаймыз. Отырғанымыз мынаған орындаймыз, қалғанымыз дәптерге орындаймыз. Сен мына дәптерге орындаймыз. елдің азаттығын аңсап мақтанышпен еске алады. Бұл өзімізде. Еліне, жеріне деген құндылық деп айтсақ, еліне, жеріне деген құндылық. Не десең, мына өлең жолы тырнақшаға алып қойдың, тырнақшаға алынбайды ғой. Ал Шақыртымыз келгенде ерегістен ұшқанда шетінен сүйреп жебеді. Ақын өз ерекшеліктерін мақтан етіп, жауға қарсы тұрған халықтың рухын көрсетеді. ұлттық құндылығымыз халықты құрметтеу, өз халқына жан ашу. Жарайды, жақсы. Алдарыңдағы нысаны айтып беріңдер, соңғы тапсырмамыз. Екі адам қысаңдар, екі адам, бір адам болса, бір адам. Философия факт. Махамбет әділетсіздікке қарсы шығып, халықтың азаттығын армандайды. Идея тек туған туыстың емес, әділдік пен халық мүддесінің маңызды. Жылы логика осылайша поэмада шынайы елдік рухани және моральдық құндылықтар айқындалады. Автордың көзқарасы өлең халықтың азаттығы мен әділдік үшін күресін насихаттайды. Өлең халықтың азаттығы мен әділдік, азаттық пен әділдігі жарайды. Балалар,
екен, әділет қатыспай отыр, сабаққа шықпады. Я, енді әділетке бір тапсырма беріліп еді, соны әділет айтсын, топ басшылары топтарында бағалауларында балды бағаға айналдырамыз. Топ басшылары дайын отырыңдар. Ал әділет. Ақын өлеңді өзінің елге мүддесін ғана қорғайды. Жоқ, өлеңді ел мен жер. Қандай тапсырма? Я немесе жоқ айтсын. Өлеңде ел мен жер үшін күрес идеясы көрініс табады. Баймағамбет сұлтанды әділ басшы ретінде сипаттайды. Ақын туған жерге отанға деген сағынышын білдіреді. Қара қазан сары бала қамы тіркесімен жеке отбасы айтылған. Өлеңде батырлық пен намыс, ерлік секілді ұлттық құндылықтар бар. Махамбет өлеңде ұлт бірлігі мен ел тағдырына алаңдайды. Ақын өзінің жауға қарсы әрекетін мақтап жырлайды. Бұл өлең Махамбеттің Байғамбетке жазған хат емес. Кімге? Баймағамбетке хат емес, бұл поэма. Жарай, жақсы. Әділеттің өз сендерге бір бала келесі. Жақсы балалар. Жақсы балалар, барлық сұраққа қатысты баға беретін болсам, өзіне 10 балл, Нұрсұлтанға 10 балл, Үкімайға 9 балл, Нұрболатқа 8 балл, Кербайға 8 балл, Аринаға, Аманайға 9 балл, Үнжуге 8, Сұлтанға 8 балл. Өте жақсы, бересі, осы бойынша мен де бағалаймын. Мен осы топтан Нұрсұлтан, Ани, Үнжу және Сұлтан төртеуіне 10 балдан беремін, басқаларына 7 балдан. Өкперіншілік ба? Өкілмай сен сәл ішінде ортасында бір қателер жіберіп қойып, сол үшін саған 7 балл. Әйтпесе 10 балға сен береді. Ол өзара қалды. Жарайды, жақсы. Балдардың санаңдар, телефондарын балдар, жүрмайлар жасады. Қаласылайын ба? Ол жерде бар ма, барлық тапсырма? Ол жерде Нұрсұлтанға 8 балл қоямыз, Еркен Асқа 8 балл, Аянға 10 балл, Олжанға 8 балл, Нұрмахаметке 10 балл, Нұрайға 8 балл, 7 балл алған жасайша. Неше екен қолдарында ғана, не қолдар? Телефондарын алдар, көрбайлар жасаймыз. Сәмитжанға 10 балл, Үңкарға 10 балл, Аружанға 10 балл, 7 балл. Мұна қызым қай сабаққа, қай саған қатысты? Арена қай саған қатысты? Сұраққа қатысты ма? 7 балл? 7 балл. Көтербейді. Саған 8 балл. Жарайды, жақсы. 8 балл. Бүгінгі сабақта жылдам жіберді, сілтемеге кіріп. Үйге тапсырма балалар. Талдау тапсырмасында келесі сабақта көркемдегіш құралдармен тапсырма орындаймыз. Осы Махамбетті Наурызбай батырмен салыстырып келеміз. Салыстыру эссесін жасап келеміз Наурызбаймен. Және талдау тапсырмасындағы әдебиет теориясына дайындалып келді. Келесі сабақта Махамбеттің өлеңдері әдебиет теориясы бойынша талдаймыз. Жылдан жібереміз, кері байланыс. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Өзіміз бағалауларын көріп алам, Төреш, ол бізде 8 балл қойыпты. Жылдан. Ол балалар сабақ аяқталды, қоңырауышқа келіңіздер. Кері байланысты жібере